Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен бірге әсіп жасайтын боламыз. Яғни бізге керек заттар ең алдымен қойдың шегі, және мұнда қойдың ішек қарнын, өкпесін, жүректерін жақсылап шегіп, және күрішімді жақсылап тазалап жуып алдым. Және пияз, 2 дана пиязды ұсақтап турадым. Және мына құйрық май. Құйрық май, яғни бірігіп қатты неғып қалмау үшін және дәм береді, сәл кішкене майлылау қылады. Енді бастаймыз. Ең алдымен барлығын осыған араластырамыз. Бір-біріне араластырып, мен осылай күрішімізді салып аламыз, және пиязымызды салып аламыз, және құйрық майымызды саламыз. Құйрық майымызды салып, енді өздеріңіз қалауларыңызға, енді дәміне қарай, татына қарай тұз, қарабүріш қосамын. Үйде бар яғни дәмдеуіштерді қосып осылай жасаймын. Қазір дәмдеуіштерден тұз қосамын. Осылай араластырып болғаннан кейін 1 стакан су құямыз, өйткені шекке жеңіл өту үшін. Жақсылап осылай араластырып, осылай шегімізге баклажканың, яғни бас жағын қырқып алып, соның көмегімен, мен енді шегім дәу болды, өзім қолмен салдым. Баклажкамен салған кезде қасықпен салып, қолдарыңызбен итерсеңіздер ары қарай түседі. Ал былайша қасықпен түспейді екен. Ол жер видеоға түспей қалды. Мен осылай шегіммен дәу болған екен, осылай болып шықты. Ішіне толтырып салмаймыз, өйткені күрішіміз ісініп гүмпиеді. Осыны суымызға салып, осылай қайнатамыз. Қайнағаннан кейін үстіндегі көбігін аламыз. Өздеріңіз қалаған дәмдеуіштеріңізді қосасыздар, және осылай ауасын шығарамыз. Инемен жарылып кетпеу үшін осылай ауасын шығарамыз. Міне 40 минут қайнады. 40 минуттан кейін алып, әсібімізді және сорпамызды сүзіп аламыз, тазалап. Өйткені сорпаға әсіпті салып, сорпалап беретін боламын. Осылай негізі әсіп түрінде қоятын болсаңыздар, екі жағын қуырып аласыздар. Осылай да дастарханға ұсынсаңыздар болады.
Өте оңай, міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен үйдегілерге яғни сорпалап бердім. Осылай сорпама картоп, сәбіз, пиязымды салып, бірге қайнатып, сол картоптарым піскенше осылай сорпалап бердім. Дәмі өте жақсы болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын баршаңызға.